сәлем, қалың қалай? Бүгін мен саған өте қызықты мультфильм дайындап қойдым. Бірге көреміз бе? Достарыңның барлығын шақыр. Қазір Бауырсақ мультфильмін көреміз. Ал мультфильм басталды. Ертеде шал мен кемпірі өмір сүріпті. Бір күні шалы кемпірінен бауырсақ пісіріп беруін өтініпті. Кемпір болса, ыдыстың түбіндегі ұнды жинап, бауырсақ илей бастайды. Біраздан соң бауырсақ та дайын болып қалады. Керемет, бауырсағым жақсы шығыпты. Ішім пысып кетті. Не істесем екен? Қой, далаға шығайын, қыдырып қайтайын. Бауырсақ мәз болып жүгіріп келе жатады. Алдынан қоян шығады. Өзін жемек болған қоянға бауырсақ былай дейді: мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, енді қоян, сенен қашу қиын емес, деп қояннан қашып кетеді. Қояннан құтылып, әр қарай жолмен келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Мен сені жеймін, бауырсақ. Мені жеме, ән айтып берейін саған. Ал айтшы. Тыңда. Мен атамнан қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді қасқыр сенен де қашамын. Бауырсақтың алдынан енді қорбаңдап аю шығады. Бауырсақты көрген бойда сілекей шұбырған аш аю оны тарпа бас салады. Айласын асырып үйреніп қалған бауырсақ аюды да алдап қашып кетеді. Аю басын ұстап қала береді. Соқпақ жолмен бауырсақ әндетіп келе жатса, алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ әніне басады. Алайда түлкі оған: менің құлағым нашар естуші еді. Менің тұмсығымның үстіне тұрып әніңді айтшы. Бауырсақ болса, түлкінің тұмсығының үстіне секіріп мініп алады. Әнін айта берген кезде түлкі ап деп аузын ашып жеп қояды. Сөйтіп бауырсақ түлкіге жем болыпты. Бауырсақ мультфильмі саған ұнады ма? Үйінен қашып шығып, айдалада түлкіге жем болған бауырсаққа обал болды, я? Жақсы балақай, мен сенімен енді қоштасамын. Сау бол.